Арайлымнан сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сырникидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл видеоны соңына дейін жіберіп алмай қараңыздар. Өте сәтті әрі жылдам дайын болатын сырникиді таңғы асқа жасасаңыз, отбасыңыздың әрбір мүшесі қуанып қалады. Сондықтан менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Творогтан, яғни сүзбеден жасалған бұл сырникиді міндетті түрде жасаңыздар. Өйткені қазіргі таңда сырникиді жақсы көрмейтін адам жоқ, оның бірі мен. Өте қатты жақсы көремін. Өте дәмді болып шыққан бұл сырникиді сіздер де жасасын деп арнайы видео түсірген болатынмын. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдеттегідей бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астында описанияға жазып қалдырдым. Бізге сүзбе, яғни творог қажет болады. Біздің сырникиіміз жақсы көтерілген қаласаңыз, сәтті шыққан қаласаңыз, сүзбенің сапасы жақсысын таңдағаныңыз дұрыс. Сүзбеміздің үстінен шекерді саламыз. Жұмыртқамызды жарып саламыз. Енді міндетті түрде блендердің көмегіменен жақсылап араластырып аламыз. Егер де блендерлемей, жай ғана өзін араластыратын болсаңыз, сүзбеңіз жақсы бірікпейді және де піскен кезде көтерілмей, нәтижесінде сәтті болып шықпайды. Сондықтан міндетті түрде блендерлеген дұрыс. Блендерлеп алдық. Енді оның үстінен 2 ас қасық ұнымызды қосып, біраз араластырсақ болғаны. Енді сырникидің формасын жасап аламыз. Аздап ыдысқа ұн сеуіп, творог, яғни сүзбеміз қолымызға жабыспас үшін қолымызды аздап ұнға малып аламыз. Бір қасықтан салып, сырникидің формасын жасауымыз қажет. Ұнға аунатамыз. Көп аунатып қажет емес. Ең бастысы қатты қалың болмасын, орташа болғаны дұрыс. Сонда әдемі әрі көтеріліп пісетін болады. Дәл мен сияқты видеодағыдай жасаңыздар. Қызып тұрған табаға майымызды салып ертіп аламыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Майымыз ерігеннен соң дайын болған сырникиді бір-бірден салып аламыз. Сырники өте тез дайын болады, тез қызарып бастайды. Бірінші бетін 3-4 минутта пісірсеңіз, келесі бетінде сол 3-4 минутта аударсаңыз болғаны. Бастысы қатты отта тұрмау қажет. Орташа отта тұрып, аз уақыттың ішінде дайын болады, сондықтан күйдіріп алмаңыздар. Міне дәл видеодағыдай беті қызарып бастады. Енді екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Қалған сырникиді пісіріп алып жатырмын. Өте оңай әрі тез дайын болатын рецепті дәл осы видеода болды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ең бастысы жасап көріңіздер. Өте сәтті әрі дәмді болып шығатын сырникиді жасап үйіңіздің әрбір мүшесін қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар.
түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жазсаңыздар міндетті түрде жауап қайтарамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.